Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қайырлы футзал кеші құрметті көрермен. Футзалдан Қазақстан чемпионаты Семей Жетісу арасындағы екінші кездесуді біз тамашалауға дайынбыз. Кешегі өткен ессіз ойыннан кейін екінші ойында тартысы болатыны сөзсіз. Кеше бұл екі команда арасында тең нәтиже тіркелді. Феррао хет-трик рәсімдеді. Жалпы 2-0 есебімен алғашқы таймда Семей алда болды, дегенмен екінші таймда Жетісу күш қосып 2-3 есебімен жеңіске жетіп кетуге де жақын болды. Бірақ ол қателеспеді. Бұрыштан паспен соққы және Дедезиньо 1 минутта өтіп үлгермеді. Ал Семей болса міне жылдам гол соқты. Дедезиньо бүгін Жетісу қақпасын саңлауын тапты. Тілеухан қателесті. Феррао бұл қателікті кешірмейді. Әрине, дәл солай Шыңғыс Есенамановқа пас шығарды Феррао. Сөйтіп, Семей командасы есепті еселеді. Қорғаныстағы қателік қарапайым жерден Бексұлтан Тілеухан допты Феррао аяғын салып берді. Сөйтіп, Ферраоның пасынан кейін Шыңғыс Есенаманов қақпа маңында тап болған. Индио, бос қақпа қайда қалды? Индио! Міне гол. 3-0. Бірінші таймның енді жартысы ғана өтті. Ал Семей болса 3 гол топырлап тастады. Бұл әрине Дедезиньо. Дедезиньода дубль плюс ассист. Сөйтіп құрға кетпей сары газбен кетті. Ал қарымта шабуыл Финео. Тағы бір гол. Феррао гол соқты. Финео жаңадан алмастырылып еді. Бұл Семей командасының 4-ші голы. 4-0 көрді. Кая Торрес ортаға пас. Әрі шабуыл жолғау болады. Кандидудан Дедезиньо басты қабылдады. Соққы және хет-трик. Хет-трик Дедезиньо. Бәрекелді. Жаңғалы берем. Дедезиньоны мақтауға алдық. Бекер емес. Сандерсон Дедезиньо. Абай аренадан алып кетуі мүмкін еді. Сонымен Бақтияров ортаға пас, соққы, гол. Гол Жомарт Тоқаев. Бірінші таймда Жетісу голсыз аяқтамайтын болды. Міне Жетісуда екі қақпасына доп енгізді. Досов, қауіпті жағдай. Бақтияров тепті, есеп 5-2. 2 гол қатарынан қонақтар соғып отыр. Тайм соңына дейін міне есепті қысқарып үлгерді. 3 доп айырмасы бар, бірақ дегенмен Семей командасы тайм-аут алу мүмкіндігін қолданып отыр. Әрине Дави мен Донсоға үзіліс керек ақ. Сонымен Кандидоның соққысы. Керемет соққы. Топ екі аяқ ортасына өтіп кетті. Сөйтіп Досов пасы өтпеді. Кандидо қауіпті жағдай. Соққы, гол. 7-2. Кандидо дубль. Екінші таймда алғашқы гол соғылып отыр. Кандидо тепкен доп қақпа маңдай шасына тиіп барып міне Индио қорғаған қақпаға енді. Әдемі гол. Қауіпті жағдай. Соққы. Гол. Тамаша. Камиль Герейханов өзінің алғашқы дебют голын соғып отыр. Құттықтаймыз 99 нөмірлі ойыншы. Ойынға шыға салып нәтижесі жасап отыр. Керемет гол. Камиль Герейханов. Бірақ әрі қарай шабуылды жалғауға мүмкіндік тумады.
Досов топтан айырылды. Досовқа доп жетті. Соққа гол. Міне тағы бір гол біздің кездесуімізде Әлімжан Сейтнұр. Өз мүмкіндігін қолданды. Тамаша. Семей қорғанысындағы қателік. Ал Қазақстан кубогының финалы 2025 жылы наурыз күніне жоспарланған. Бұл жерде соққы, дубль. Тамаша. Көзді ашып жұмғанша тағы да бір гол соғылды. Әлімжан Сейтнұр тағы бір мәрте ерекшеленді. Сонымен Кая Торрес. Мүмкіндік. Дедезиньо түртіп қалды. Сөйтіп покер рәсімдеді. 4-ші гол Дедезиньо. Ал жалпы есеп 9-4. Құрметті көрермен, командалар. Тағы бос қақпа. Кандидо да хет-трик бар. Кандидо міне тағы да бір гол соқты. Есеп 10-4. Құрметті көрермен, Абай Арена тағы бір голды көрді. Габриэль Кандидо түйіп көрді. Ал Бақтияров керемет айналып өтті. Тамаша техника. Әдемі гол. Нұрқанат Бақтияров. Бәрекелді дейміз. Өте сенімді ойнады қақпа маңында. Әдемі гол. Тамаша. Өте салқынғанды. Допты. Техникасы керемет. Өте шапшаң ойыншы. Соққысы да зор. Ал міне тағы бір соққы. Дубль. Камил Герейханов. Бүгін бұл жігіт 2 гол соғып үлгерді. 5-6 минут ойнаса да міне дубльді сімдеп. Biraz қателесті және тағы бір гол. Тағы бір гол. Семей міне бұрыштамадан гол соғып отыр. Ержан Қарменов. Бұл ойынды біз таңдана мәссаған деп тамашаладық. Семей жанкүйерлерін жеңіспен құттықтаймыз. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.